Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Осы шақыру билетін жасау жолын көрсетейін деп жатырмын. Яғни мынандай журналик сияқты ашылу қалай жасалады. Ең алдымен біз полностью бәрін новыйдан жасап шығамыз. Дайын макет болса, енді тіпті жақсы жерде. Мен мына жерде барлығын нөлден бастап көрсетемін сіздерге жасау жолын. Мынандай бабочканы Google-ға бабочка PNG деп жазып, табылған картинканы скачать етіп аламыз. Потом remove background деген сайтқа кіріп, бірінші тұрады, соның үстін басып, жаңағы загрузить изображение деп галереямызда жаңа көшіріп алған, мынандай Pinterest'тен алған деген сияқты осындай бір бабочканың суретін артқы фон удалить етіп көшіріп аламыз. Одан кейін тоже мынандай Pinterest'тен алдым, галстуктың суреті керек. Осындай жағасыменен бұны да тоже көшіріп аламыз. Потом студия деген приложение кіріп, барлығын жасаймыз. Плюс деген батырманы басып, өзімізге керекті размерді таңдап аламыз. Маған осы stories формат керек. Птичканы басып, мына жерде image деп, жаңағы біз галстукпен осы фотоны әкеп қойдық. Бұл жерде сіздерде кез келген фото болуы мүмкін. Сосын мына жақта слой деген үстін басып, мына артқы слойды таңдап, сіз осы жерден color дегеннен түс таңдасаңыз болады. Немесе мынандай бірінші тұрған пипетканың үстін басып, ары бері жылжытып, мынандай рубашканың суретін, немесе галстуктың суретін деген сияқты, немесе астындағы ақ түсті таңдап, осылай қоясыздар. Потом текст жазамыз. Мерейтойға шақыру деп жаздым. Фонд дегенге барсаңыздар, мына жақта жоғары тұрған птичканың үстін, стрелканың үстін басына тұр, осындай көптеген менде қазақша шрифттер бар. Егер де сіздер менің YouTube арнама жазылған болсаңыздар, немесе жазылсаңыздар новыйдан, сіздерге осы шрифттің барлығын тегін беремін. Тоже қалай жүктеу керекті видеосы бар. Сол бойынша сіздер менен алып жүктей аласыздар. Мен осы Sanasoft Clades Black деген шрифтті таңдадым, птичканы басам. Потом осы жерде график деген үшінші элемент бар. И basic shapes, яғни фигуралар, географиялық фигураларды, геометриялық фигураларды, кешірім сұраймын. Осындай сызық линияны алып келіп қойдым. Тоже пипеткамен color деген бірінші тұрған элементпен галстуктың түсімен таңдасам болады, немесе қара түсті таңдасам болады дегендей. Немесе мына текстін, сізде қандай текст жазылып тұр, соның түсіменен бірдейлестіріп, осылай әкеліп, бұны ең жоғары жағындағы стрелканың үстін басып, мен бұл уже бірінші бетім дайын сақтап алдым. Потом осындай бір макет жасау керек маған, фото жасау керек. Бұның да жасау жолын көрсетеміз. Егер сізде дайын болса, бұл өте тіпті жақсы. Осындай бір макет көрдім, мен оны өзім жасап көрейін дедім. Студияға тоже кіреміз. Плюсик деген батырманы басамыз. Оң жағындағы тоже керекті размеріңізді таңдайсыз, птичканы басасыз. Потом керекті фото бір вәле болса, мынадай слойдың үстін басу арқылы, бірінші маған ақ фото керек. Слойдың үстін басып, аққа бояп колормен, и бұны жеке бөлек сақтап аламыз. Потом назад X-ті басып, жоғары жағында слойға қайтадан барамын да, төбесіндегі предпоследний тұрған. И ақ болып тұр ғой, off дегенді бассам, уже артында ешқандай прозрачный фон болады. Потом керекті маған image дегенге барып, бірінші тұрған артқы фон түсін алу үшін осы жаңағы галстукты алып келдім. И тағы да слойға барып, артқы фонды белгілеп аламын. И осы пипетканың көмегімен осылай көкке бояп алсам болады, галстуктың түсіменен дегендей. Сізде қандай фото бар, любой картинканы алып, дәл осылай бояп, жеке бөлек сақтап алсаңыздар болады. Қайтадан слойға барып, жоғары жағындағы мынаны, қызыл тұрған картинаның үстін бассаңыздар, бұл фото удалить етіледі, тек қана осы артқы фон ғана қалады. Енді бұған біз бағана қайтадан image деген біріншіні басып, осылай аппақ қып сақтап алдық қой, бағана ақ фонымызды әкеліп қоямыз. Ыңғайластырып әкеліп ортаға қойғаннан кейін птичканы басамыз. Осындай сары линиялар шығады, яғни ол түзу тұрма, қисық тұрма дегенде, осы сары линия бойынша түзулеп қойып алып, и қайтадан image деп галереядан мынандай бабочкамыздың суретін әкеліп қоямыз ортаға. Жоғары жағына текст бөлек жазылады, астына бөлек текст жазылады. Сондықтан екі ортаны осылай бабочкамен бөлеміз. Потом ана жақтан график дегенге барып, осы жақтан базалық шейп бірінші тұрған тоже элементті басу арқылы, ана жақтан соңынан санағанда үшінші тұрған элементті басып, линияны екі қолымызбен тартып үлкейтіп,
мына бабочканың жанын үстіне алып келіп қоямыз, осылай түзулеп. Потом тағы да үстіндегі слойды басып, қарасаңыз бабочканың үстін басып қалды, ең аяқтағы артқы көк түспен бірдейлестіріп аламыз колор дегенмен. Потом бұны осылай ұстап тұрып тартып, бабочканың артына алып келіп қоямыз. Енді қарасаңыз бабочка қара, жанында несі бар, и соңға қаратай тартып, осылай маск дегенге бассаңыздар, мынандай кружочектарменен мынандай резинкасын бабочканың өшіріп тастаймыз. Осылай кез келген нәрсенің артық жерін, кем-кетік жерлерін осылай маск деген элементпенен, элемент дейм ба, панель, астындағы панельде осындай не бар, элемент дей берейінші. Осындай элементпен сіздер кез келген артық нәрсені удалить ете аласыздар, өшіре аласыздар. Ластик сияқты ғой. Әдемілеп бәрін өшіріп алғаннан сақтайсыздар. Міне қарасаңыздар, біздің фотомыз дайын. Келесі астында добавить текст дегенмен, деген фонт дегенмен осылай әрпімізді жазамыз. Download деген жерден өзіміз скачать еткен қазақ тілді шрифттарымызды тоже арасынан таңдап, екі ғана шрифт пайдаланған дұрыс макетте, осылай сақтап аламыз, жазып алып, келесі уже құрметті қонақтар, сіздер шақырамыз деген сияқты жазылған текстімізді әкеліп қоямыз осы жерге. Мына жерде мен сіздерді ардақты әкеміз дегеннен кейін 2 рет интерді басып, орын қалдырып кеттім, чтобы оны да үлкен қылып басқаша жазу үшін. Color дегенді таңдап астындағы пипеткамен осылай қараға боясақ болады, немесе көкке боясақ болады. Енді барлығын қара қылуға болады, бірақ енді бұл кішкене әдемі болсын деп, көзге жағымды болсын деп, қара түстен гөрі осылай көк түсті жасап жатырмын. Тексттан таңдап, өзімізге басқа бір оқылуға ыңғайлы, көз ауыртпайтын, енді көбінесе үлкен кісілерге кететін болғаннан кейін, тез оқылатын бір шрифтті таңдаймыз, чтобы оқылуға жеңіл болатын. Осы Sanasoft Arbat дегенді таңдадым. Тоже птичканы басып сақтап аламыз. Мына жағы екі жанындағы домалақ кружочектарды бет тарту арқылы сіздер, немесе екі саусақтарыңызбен басу арқылы расстояниясын барлығын түзеп алсаңыздар болады. Енді әкеміздің атын жазамыз. Оның жоғар жағындағы 60 жас дегенмен келтіріп алсақ болады. Color деп осыны көкке боядым. 60 жастағы шрифт менде. Қазір ол қандай? Sanasoft Black деген шрифт болған. Вот кладез. И тоже екі саусағымызбен тартып, размерін кішірейтіп, ортаға әкеліп қоямыз. Так, осылай. Енді келесі тексттарымыз жазамыз, яғни күнін болатын, жерін дегендей. Соның барлығын жазып алып келіп, осылай түсін таңдап, шрифтін таңдап, фонт деген жерден color деген жерде color, size деген жерден размерін келтіріп, ыңғайластырып әкеп қойып аламыз. Мынаны қайта-қайта осы шрифтті тауып жатпас үшін дубликат жасай саламыз. Слой жақтан осылай екеуін бірдей сары линиялармен біріктіріп әкеп осы жерге қойдық. Сағатын жазып жатырмын. Интер басып сақтаймыз. Птичканы қоямыз. Мына жақтан стиль дегенге барсаңыздар, екіншісінде осылай ортаға қоясыздар, немесе оң жақтан, сол жақтан түзулейсіздер ғой тексттарыңызды. Тағы да текст жазып, ортасына дәу цифрамен күнін жазып қоямыз. Color дегеннен тоже түсін таңдайсыздар. Осылай барлық тексттарды жазып шығамыз. Араларын ашып, тез оқу үшін
осылай қойсақ болады. Ана жерде мен линия көріпсіздер ғой, датаның үстінде линия. Сол базалық шейптардың арасынан тоже алып келдім. Осылай баннерларымызды дайындап аламыз, фото баннерларымызды. И сосын кейін барып, барлығын CapCut'та жинаймыз. Текстті CapCut'та да жазсаңыздар болады, бірақ мен осындай бір жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. Сақтап алғаннан кейін біз CapCut приложениясын ашамыз. И ол жерден плюсик деген, новый проект дегенді үстін басамыз. И ана жақта плюс деген батырманың үстін басып, біз галереямыздан фото деген арасынан жаңағы дайындап алған 2 картинкамызды әкеп қоямыз. Керекті ұзындыққа дейін тартып ұзартамыз картинканы. Егерде ұзармай жатса, копировать етіп қойсаңыздар болады. Потом мына жақта ортасындағы мынандай сызық тұр ғой, соны басасыздар. Сол кезде мына жақтан эффекттер шығады. И мына жерде слайд деген бар. От слайдтың үстін басып, бізге керекті мынандай перелист. Вот перелист. Осы осылай журнал сияқты ашылатын эффекттің үстін басып таңдаймыз. И астындағы ползунокпен секундын ұзартамыз, чтобы плавно ашылу үшін. И птичканы бассақ та боламыз. Енді қарасақ, мінекей осылай кетеді. Бірінші осылай әдемі болып журнал сияқты, кітап сияқты ашылатын болады. Енді каждый фотоның үстін басып бөлек-бөлек эффект берсеңіздер болады, фильтр берсеңіздер болады. Мына жерде мен барып назад басасыздар да барлығын. И просто астынан эффекті видео деген тауып аласыздар. И осылай бөлек-бөлек тұрады. Мына жақтан таңдап өздеріңізге ұнағанын, например, вот ночной клуб деген бар, чтобы жарқырап тұру үшін, немесе там звезда деген бар, чтобы жұлдыздар беру үшін, ретро деген бар деген сияқты. И осылай ұнаған бір эффекттің үстін таңдап, қай жерден басталу керек, мен басынан бастап қойдым, соңына дейін, чтобы жылтырап тұру үшін. Мына жанында қарасаңыздар, элементтері барлығы, беттің барлығы жылтырап тұр. Сол сияқты өздеріңізге ұнаған кез келген эффектіні қойып, немесе эффектсіз ары қаратай музыкасын қойып, дикциясын, например, оқысаңыздар өздеріңіз, озвучкасын жасап дегендей қалауларыңыз бойынша сақтап аласыздар проектіні. Шақыру билеті дайын болды. Ұнады деген сіздерге ойдамын. Бір кез келген әйтеуір бір пайдалы ақпарат алсаңыздар, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, менің каналыма жазылып алыңыздар. Болды. Қош сау болыңыздар. Менімен бірге 12-13 минут уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен рахмет.